Ассалаумалейкум, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Фируза Мырзаева. Бүгін көпшілікті мезеткен ашық бораларға керемет нәтижелі маска жасап көрсетемін. Үй жағдайында жасалынатын әрі өте қарапайым құрамнан тұрады. Бізге ең бірінші жұмыртқаның ағы қажет болады. Жұмыртқаның ағын ыдысымызға салып алып, шанышқымен кішкене араластырып аламыз. Сосын бізге қажет болады лимонның 3-4 тамшысын қосамыз. Жақсылап араластырып, картоп крахмалын қосуға кеңес беремін. Крахмал негізі көп сұрап жатады. Кукуруз крахмалы ма, картоп крахмалы ма деп. Негізі картоп крахмалын қосуға кеңес берем. Ол екі есе нәтижелі әрі ботекс эффект береді, яғни бетіңізді тартып әжімдеріне жақсы көмектеседі. Крахмалды біздің маскамыз қою крем тәрізді консистенция болғанша қосамыз. Яғни бір ас қасық немесе жарты ас қасық соған қатысты қосып жатамыз. Сосын жақсылап араластырып, тазартылған бетімізге 10-15 минут жағамыз. Кез келген масканы қолданардан алдын аллергияға тест жасауды ұмытпаңыздар, өйткені бұл жалпыға арналған маска болғандықтан біріңізде аллергия беруі мүмкін. Сондықтан кез келген масканы жасардан алдын мойныңыздың тұсына, білекке немесе шынтақтың бүгілетін тұсына сол маскадан кішкене ғана жағып 10-15 минут күтеміз. Егер ашу, қышу, қызару сезімі болмаса, онда аллергия сізде жоқ. Масканы қолдана берсеңіз болады. Бұл масканы көбіне майлы терідегі ханымдар қолдану керек, өйткені пора сол майлы терідегі ханымдарда көбінесе ашық болады. Аптада 1 рет, 2 рет жасап, курс 1 айды қамтиды. Одан бөлек күнделікті азанда және кешке жасалынатын ұқыпты ұмытпаңыздар. Сонда беттегі поралар тез жабылып, бетіңіз әсемлене түседі. Міндетті түрде масканы жасап, нәтижесімен комментарий бөлімінде бөлісіп кетулеріңізді сұраймын. Каналыма тіркеліп қойыңыздар, алда көптеген ақпарат болады.